Менен мындай сұрақ бар да, қараш. Мысалы, бағанадан бері осы эпизодтың ішінде тиімділік деген сөз көп айтылып отыр. Жалпы нарықта да көп айтылады. Бәрі қалай осы бір тиімділікті? Қалай бір қарапайым тұрғыда түсіндіруге болады? Сіз қалай түсінесіз, немесе қалай түсіндіресіз тиімділік деген не? Курс бар ғой ол жерде. Тиімділік енді қысқаша айтқанда, бұл жерде былай ғой, екі нәрсе бар: нәтижелік, тиімділік. Тиімділік дегеніміз ол нәтиже санын шығын санына шаққанда сол тиімділік. Мысалы, егер машинаны алатын болсақ, мысалы, бұл қазір машинаға келейін. Ал нәтижелік деген ол нәтиженің санын уақытқа шаққанда. Сол нәтижелік. Мысалы, сен машинеде отырғанда сұрайсың, сен машина қанша шақырым жүреді сағатына? Сен айтасың, менің машинам 200 шақырым сағатына жүреді деген, ол сен машинаның нәтижелігін көрсетіп жатсың. Қанша нәтиже? 200 шақырым бір сағатына. Продуктивность бұл, е? Ол результативность немесе продуктивность дейді. Ол нәтижелік. Ал тиімділік деп сұрағанда сен былай айтасың: менің машинам 100 шақырымға 9 литр бензин жағады. Сонда 9 литр бензиннің ақшаға шаққанда мен айтамын, сенің машинаң жақсы екен, ананың машинасы 15 литр жейді екен. Ақша шақ келмейді, ондай машина ұстауға. Сенің машинаң дұрыс екен, сені кінәлайын деп, сонда мен тиімділік жағынан қарап таңдаймын машинаны. Сондықтан бұл өмірде нәтижелік ешқашан жақсы нәрсеге әкеп соқпайды. Нәтижелік деген мына нәтиженің ол жаңағы тайм менеджменттің нәтижелікте істелінген нәрсе тайм менеджмент. Мына жастардың қателігі бұл жерде былай: нәтижелік пен тиімділіктің екі арасы тағы да қалай білінеді. Мысалы, жастардың көбісі асығады, асыққаннан кейін көп жұмыс істегісі келеді, көп жұмыс істегісі кейін тайм менеджментке келіп тіреледі. Тайм менеджмент деген ол уақыт басқару дейді. Уақыт басқаруға мен айтам, ол жалған сөз, уақытты басқаруға болмайды. Бәрімізде 24 сағат 365 күн, 7 күн 7-сіне оны басқара алмайсың. Сен тірі кезіңде уақытың бар, кетіп қалсаң уақытың жоқ, бітті. Ол жерде цифрлық экономика сияқты 1-0 немесе 0 уақыт жоқ, біресе 1 уақыт жеткілікті. Сондықтан уақытты басқаруға болмайды. Адамдар не істейді, жастар? Өздерінің тиімділігін нәтижелігін арттыру үшін олар бір уақыт мезгілге көбірек жұмыс тығады, көп жұмыс істегісі келеді. Сондықтан ол не нәрсеге әкеп соғады? Ол келеді, уақыт келіп өзінің отбасыңнан, достарынан, не өзінің хоббиіңнен уақытты жеп қояды. Жастар та бастайды уже. Иә, жеп қояды. Сонда сен күніне 14 сағат жұмыс істейсің, 16 сағат жұмыс істейсің. Жұмыстың бір қасиеті, жұмыс ешқашан бітпейді. 24 сағат жұмыс істесең де бәрібір бітпейді. Сонда ол келіп аварияға келіп соғады. Мысалы, машинаға отырып 200 шақырым бассаң газды сағатына, әрине сен де келіп аварияға соғасың. Ертелі-кеш, е? Ертелі-кеш аварияға түсесің. Аварияға ұшырайсың. Ал енді тиімділік көздейтін адамдар, олар бақыт жолында жүрген адамдар, олар тиімділікті көздейді. Бақыт жолында жүрген адамдар, олар жаңа нәтижеліктің көптілігін іздемейді, олар ол әр нәтиженің бағасына, және шығынына қарайды. Өйткені мына біздің энергиямызда ол да бір ресурстың бір түрі ғой. Егер бір жұмыс істегенде сен тек қана оның ақшалай шығынына қарамайсың, ол сенің уақытың ресурс ретінде санайсың, сен өзің энергияңды, күш-қуатыңды ресурс ретінде санауың керек. Сонда ойлайсың, бұны істеп қайтем, жоқ, маған бақыт әкелмейді деп. Сонда сен өлшеп отырасың, ылғи өлшеп отырасың. Мен мынанша жұмсаймын, мынау ақшалай, энергиялай, уақыттай ресурстарымды мынаны аламын. Мынау тұратын нәрсе ме, тұрмайтын нәрсе ме деп сөйтіп жүресің да, сонда сен бақытты сезінесің. Сондықтан нәтижелік пен тиімділік ол өте екі бұрышта тұрған түсінік. Нәтижелікті қуған, әсіресе мына жастар қуады, нәтижелікті ол өте жаман, қауіпті нәрсе. Тек қана бұл өмірде тек қана тиімділікті қуу керек. Өйткені бұл өмірде ең қымбатты нәрсе ол уақыт емес. Көп ойлайды уақыт деп, уақыт емес. Бұл өмірде ең қымбатты нәрсе ол күш-қуат, энергия. Өйткені сен уақытың сен тірі кезіңде бітпейді, күш-қуатың бітіп қалады. Кейде сенің планыңда болады, кейде сенің бәрі неңді істейтін жұмысында болады, бәрі болады, бірақ күш-қуат болмайды, бітті. Сенде ешқандай уәждеме жоқ, жатасың, ынтаң жоқ, жатасың диванда, ештеңе істегің келмей кетеді. Өйткені неге? Өйткені күш-қуат жоқ. Және де мен байқағаным, бұл жерде күш-қуаттың маңыздылығы неде? Бұл өмірде мынандай асимметрия бар да, жақсы нәрсені жасау үшін күш-қуат керек. Жаман нәрсені жасау үшін күш-қуат керек жоқ. Мысалы айталық, егер мен бір керемет нәтижелікке жетудің тағы бір жолын көрсетейін, бірақ ондай қолданбаңдар. Мысалы, 100% гарантия беремін.
егер мен сендермен төртеуіңмен қарым-қатынасымды бұзғым келсе, мен 100% нәтижеге жетемін. Ал сендермен жақсы қарым-қатынас орнату үшін оған гарантия жоқ, оған күш-қуат керек. Түсіндің ғой? Жақсы нәрсені істеу үшін бұл өмірде күш-қуат керек. Жаман нәрсені істеу үшін күш-қуат керек жоқ. Бірдеңені істеу үшін күш-қуат керек, бірдеңені бұзу үшін күш-қуат керек жоқ. Және қараңдаршы, мысалы айталық, сен келіп маған, мысалы бір адам келді маған компанияда, айтады, мына Мейірбек жақсы адам, керемет адам, осылай деп. Мен не ойлаймын? Бұл әр адамның психологиясы. Мен ойлаймын, сен өзің кімсің? Біреу туралы айтатын. Келіп маған біреу туралы рекомендация бересің деп. Бұл психология ішкі сөз. Сосын басқа адам келеді, айтады, аға, сіз білесіз бе, мына Мейірбектің бір кішкентай недері бар, енді өтірігі бар, сосын несі бар деп бір жамандап кетсін. Мен ойлаймын, мен бұл туралы ойламаймын. Мен бұл адамның репутациясын сынға салмаймын. Мен сразу ойлаймын, Мейірбек мынандай екен ғой, бәсе, боғы шығып қалды екен ғой деп сөйтіп жүремін да. Ол неге? Өйткені адамның психологиясы жаман нәрсені тез қағып аламыз да, жақсы нәрсені бізге жеткізу үшін біз адамның репутациясын сынға саламыз. Сондықтан күш-қуат не үшін керек? Күш-қуат жақсы нәрсені бұл өмірде жақсылықты істеу үшін. Ал егер қараңыз, сендер егер күш-қуаттарыңды басқара алмасаңдар, онда сендер жаман адам боласыңдар. Өйткені күш жоқ болғаннан кейін сен грубиян боласың. Жаман комментарий жаза бересің. Мейірімді болмайсың, кішіпейіл болмайсың, сосын біреудің көңіліне қарамайсың. Сондай сен мінезің жаман болып кетеді резко. Өйткені сенің күш-қуатың жоқ. Мінездің жамандығы ол адамның энергиясының дефицитін көрсетеді. Витамин Б сияқты ғой. Анау неде бір аналогия айтайыншы, мынандай ғой, адамның күші болып уақыты болмай қалса, адам өледі. Бұл проблема жоқ, бітті. Бірақ бір жаман нәрсесі бар, адамның уақыты болып күш жетпей қалса, ол комаға түседі. Проблема да, анау тірі қалса, неге ана туысқандарына проблема, өліп біткен адамды понятно ғой, өлді, жерледі, тема шешілді, ары қарай өмір сүре береді. Ал анау комада жатқан адам енді бәрін абуза ғой. Сол сияқты бұл жердегі акцент уақыт емес, акцент жаңағы энергияда деген керемет инсайт болды. Ол ең адамның ең маңызды ресурс, ол адамның энергиясы. Ең маңызды ресурс. Жалпы ол қайдан пайда болады? Өйткені егер мына ислам дінін алатын болсақ та, мына ғылымды алсақ та, ғылымда термодинамика деген, физикада термодинамика деген жаңа не бар, ғылым. Ал термодинамика деген ол физикалық әлемде энергияның айналымы зерттейтін нәрсе. Мен мына социалдық, әлеуметтік термодинамиканы зерттеп жүрген адаммын. Мына адам арасындағы энергия қалай жүретінін, соны зерттеп жүрген адам. Ал егер мысалы ғылым тұрғыда мына әлемнің жаратылысын қарайтын болсақ, бірінші жарылыстан шыққан дейді әлеміміз. Жарылыс болды, сосын мына термодинамиканың екінші заңы бойынша біздің әлеміміз ұлғайып баратыр, үлкейіп баратыр және суып баратыр. Неге суып барады? Өйткені мына бөлшектердің арасындағы алшақтап баратыр да, энергия түсіп баратыр. Сондықтан бұл жалпы бұл физикалық әлемде де бізде физикалық дене ғой. Бізде де солай энергия ең үлкен дефициттағы тапшылық нәрсе да. Энергия қарасаңдар да барлық жерде солай. Мұнай болсын, күн сәулесі болсын, жаңа электрокарлар болсын, бұл дүниеде ең қымбат нәрсе ол энергия, күш-қуат. Содан бәрі басталады. Ал енді бұл өмірде сонда энергия не болса, онда екі нәрсе ғана, екі үлкен заң ғана бар да бұл өмірде. Мен өзім қабылдаған. Өйткені бұл екі заң физикалық әлемде де ақиқат, мына әлеуметтік әлемде де ақиқат. Бірінші заң ол тиімділік заңы. Барлық біздің заңдар болсын, қылмыстық кодексі болсын, жаңа біздің ненің діндердің айтатыны болсын, жаңа қоғамдық мораль болсын, бәрі тиімділік заңына сүйенген, бәрі. Мысалы, ұрламау, біреудің малын ұрламау, біреудің мүлігін бұзбау, жаңа біреуді өлтірмеу, солай-солай. Егер мысалы қоғамдық ережелерді алатын болсақ, мысалы
онда вежливость дейді, қалай Сыпайылық, сыпайылық. Мен онда саған 5 рет рахмет, ғафу етіңіз деп сөйлейінші, бір рет төбелесіп жарты жыл сөйлеспегенінше. Өйткені адамдар біріккенде тиімділігі өскен кезінде. Адамның тарихында 2 мәрте тиімділік өте резко өскен. Ол бірінші адамдар біріккенде тиімділік өскен, екінші адамдар мамандықтарды бөлгенде. Сен аңшылықпен айналысасың, сен үйде отырасың, сен тамақ пісіресің деп бөлінгенде екінші мәрте өскен адамдардың тиімділігі. Сондықтан мына біздің діндердің адамдарды өлтірме, ұрлама деп ол не үшін істеген? Ол мына қоғамдық ауызбіршілікті күшейту үшін істеген. Түгел болса деп тұрғы. Ал енді ең бірінші заң ол тиімділік заңы, ал екінші заң ол конкуренция, бәсекелестік заңы. Конкуренция не үшін? Энергия үшін. Энергия үшін. Егер сен тиімділік деген, сен қалай энергияңды жұмсайсың деген заң. Егер сен дұрыс жұмсамасаң, бұл өмірде сол энергияны басқаша тиімді түрде жұмсай алатын біреу табылады. Сондықтан бәсекелестік ол екінші заң. Осы екі заң барлық жерде физикалық әлемде де жұмыс істейді, и мына қоғамда да жұмыс істейтін заңдар. Мынау енді қарапайым өмірге салатын болсақ, ең бірінші энергияны енді қазір не отқан біріншісі сенің энергияңды, өз бар энергияңды мейлінше дұрыс жаққа жұмсауды ойлау керек, тиімді жұмсауды ойлау керек. Ол мысалы үшін айталық, сен бір адамдармен араласасың, ол адамдар сенің энергияңды сұрады, бірақ ешқандай нәтиже әсер етпейді өмірде. Мысалы үшін айталық. Қуаныш, мәселе одан басталмайды. Бірінші сен кетіп жатқан энергияңды тоқтатуың керек. Соны айтып отырмын ғой, сақтап қалу, иә, оны көбейтуден бұрын бірінші бар энергияңды сақтап қалуың керек. Сондықтан бірінші не ол қажетті емес, маңызды емес жұмыстардан айырылу керек. Соны айтып отырмын. Тоқтату керек. Ең бірінші вообще жалпы былай ғой, шаман келгенше тоқтау керек. Тоқтасаң, артық нәрселер кетеді, артық нәрселер кетеді. Инерциямен кетіп қалған бәрі өздері. Еще маңызды емес нәрселер кетеді. Иә, маңызды. Сондықтан мына барлық анализ жасау, талдау жасау керек та. Қайда кетіп жатыр энергия, неге мен күш қуатым жоқ, артық адамдардан айырылу керек. Артық адамдар, әлеуметтік желілер, мына лентаны артық адамдардан отписка жасау керек. В общем, барынша артық нәрседен тазарту керек. Ол сонда бар энергияны сақтап қаласың. Екінші, ол энергияны көбейту ережелері бөлек бар. Ол үшін жақсы адамдармен қарым-қатынаста болуың керек. Ол үшін тек қана өзіңнің сүйікті жұмысыңмен айналысуың керек. Ол үшін тек қана маңызды нәрсемен ғана айналысуың керек. Мысалы, маған бір келеді ғой, бірдеңе істеу керек деп, сондай бір не келсе, бір тапсырма дейді, немесе сондай болады ғой, бірдеңе істеу керек деген. Мен 5 сұрақ қоямын да, 5 сұрақ қоямын. Бірінші, мен оны істеуім керек пе, жоқ істемеуім керек пе? Ол бір. Екінші, мен оны қазір істеуім керек пе, жоқ кейін істей аламын ба? Үшінші, мен өзім істеуім керек пе, жоқ басқа біреуге тапсыруға бола ма екен? Төртінші, мен осы көлемде істеу керек пе, жоқ азырақ көлемде істесем де бола ма екен? И бесінші, мен осы әдіспен істеуім керек пе, жоқ басқа әдіс табуға бола ма екен? 5 сұрақтан барлық маған келген тапсырмалар мен жұмыстардың 90-95% шыдай алмайды ғой, кетіп қалады. Маған жетпейді. Маған жетпейді. Мынау ютубқа бүгін шақырғанымыз 5-ен өтіп келді маған сондай, кәдімгідей. Жоқ, бұл жерде осында сендерге келген себептердің бірі, ол менің миссиям бар ғой, бақытты өмір сүру, қоғамға пайда келтіру. Сол қоғамға пайда келтірудің несінің расшифровкасы ішінде ол білім беру арқылы. Міне сендердің осы каналдарың, мен өзімнің ойларымды жеткізіп отырмын, сондықтан бұл қоғамға пайда келіп отырмын де, содан қанағат алып отырмын. Алла разы болсын.